Сән индустриясында әлемге танымал дизайнер, ықпалды блогер Криста Родригес 40 жасында асқазанындағы қатерлі ісіктен қайтыс боларының алдында былай депті: гаражда әлемдегі ең қымбат көлігім бар еді, енді қоларбаға отыруым керек болды. Менің үйім киімдер мен аяқ киімдерге, сонымен қатар құнды заттарға толы. Бірақ қазір тәнім ауруханада берген 2 метр құлаш матаға ораулы. Банкте ақшам көп, бірақ қазір мен оны ешқашан ұстай алмаймын. Менің кең сарайдай үйім бар, бірақ қазір аурухананың төсегінде ұйықтаймын. 5 жұлдызды қонақ үйден 5 жұлдызды қонақ үйге барушы едім, ал қазір ауруханада уақыт өткізудемін. Бір зертханадан екіншісіне ауысып жатырмын. Бұрын жүздеген адамға қол қоятын едім. Қазір медициналық жазбаларда менің қолтаңбам көп. Шашымды сәндейтін 7 шаш таразым бар еді. Қазір басымда шаш та жоқ. Бұрын жеке ұшақта кез келген жерге ұшатын едім. Бірақ қазір аурухананың қақпасына жету үшін 2 көмекші керек. Асты жақсы ішетінмін, ал қазір диетамда күніне 2 таблетка мен кешкі тұзды судың бірнеше тамшысы ғана. Мына үй, мына көлік, мына ұшақ, мына жиһаз, мына банк, тым көп атақ пен даңқ маған енді еш қайсысы да көмектеспейді. Өлімнен басқа нақты ештеңе жоқ. Өйткені дәм тұзың таусылар уақытта денсаулықтың бәрінен маңызды екенін түсінесің.